Құрметті сессия қатысушылар, сессия жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Құрметті сессия қатысушылар, бұл 18-ші Шағырау аудандық мәслихаты кезектен тыс 38 сессияның жұмысы аудан әкімі, дербес бөлім басшылары, аудандық қоғамдық кеңес, ардагер кеңесінің төрағалары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері тақырыбы olan негізі қатысып отыр. Аудан мәслихаты кезектен тыс 38-ші сессияның 18 депутаттың 15-і қатысып отырғандықтан, оны ашуға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутат сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін редакция және санақ комиссияларын сайлауымыз қажет. Редакция комиссияның Сәрсенов Мұхтар төраға, Алтаев Ерғали, Саттаров Жамбулат. Есеп комиссиясы Бейсенбаев Қалмазар жетекші, Малдабеков Сабит, Бабаев Шакир. Құрметті әріптестер, бізге сессияны бекіту қажет. Күн тәртібінде сіздердің қолдарыңызда бар, онымен ала қатысыңыздар. Күнде күн тәртібі бекітілсе дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы. Сөз Мақтаарал аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Талғат Амировке беріледі. Бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілген Мақтаарал ауданы мәслихатының 25 жылғы 24 желтоқсандағы 26-28 жылдарға арналған аудандық бюджетіне өзгерістер енгізу бойынша баяндама жасауға рұқсат етілді. Аудандық бюджетке өзгерістер енгізу қажеттілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджет заңнамасына сәйкес жоғары тұрған бюджеттерден бөлінген нысаналы трансферттердің нақтылауына, сондай-ақ жекелеген бюджеттік бағдарламалар бойынша қаражаттарды қайта бөлудің қажеттілігіне байланысты туындап отыр. Атап айтқанда, бюджеттің кіріс бөлігі бойынша Түркістан облыстық мәслихатының 26 жылғы 19 ақпандағы шешіміне сәйкес реттеуші әлеуметтік салықтың бөлу нормативі 20%-дан 33,7%-ға өзгертілді. Нәтижесінде аудандық бюджеттен облыстық бюджетке 488 миллион 978 мың теңге қысқартылып, аудандық бюджетте 25 жылдың қорытындысымен қалыптасқан 490 миллион 195 мың теңге бос халық есебінен кірістер жоспары ұлғайтылды. Осының нәтижесінде жалпы кірістер жоспарындағы өзгерістер 1 миллион 217 мың теңгені құрады. Бюджеттің шығыс бөлігі бойынша аудандық бюджеттен жоспарланған қаржылар қайта сараланып, 161 миллион 783 мың теңге қысқартылуда. Атап айтқанда, ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне Атакент кенті мәдениет үйінің ағымдағы жөндеу жұмыстарына жоспарланған 40 миллион теңге, аудандық жұмыспен қамту бөлімінен бөлім қызметкерлеріне бонус төлеуден үнемделген 1 миллион теңге, бөлімге қарасты мекемелерден үнемделген 764 мың теңге, және атаулы әлеуметтік көмек және өзге де әлеуметтік бөлімдерден 120 миллион 19 мың теңге қысқартылып отыр. Ұлғайтылған кірістер және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің қысқартылған қаржылар есебінен жалпы 163 миллион теңге келесі шығыстарға бағыттау ұсынылуда. Аудан әкімінің аппаратына аудан бойынша 10 сайлау учаскесіне тактильді жолау орнату жұмыстарына 8 миллион теңге, бұл жерде жалпы қажеттілік 18 миллион теңге. Аудандық совет қала құрылысы және құрылыс бөліміне Ержар ауылдық округі, Дихан Қалыбек ауылдық округі, Абат Достық ауылдық округі, Гүлстан, Жаңажол ауылдық округі, Фирдауси елді мекенжелерінде топографиялық түсірілім жұмыстарын бастау үшін 2 миллион теңге. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне жаңадан құрылған Мақтаарал аудандық газ техникалық қызмет және тұрғын үй қатынастары коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 31 миллион 516 мың теңге. Азаттық елді мекеніндегі ауыз су жүйесіне орнатылған су тазарту мембранасын
Ескендігі мекеніндегі полигонды жабу жұмыстарына 3 миллион теңге. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес аудандық өндірістік 5 дана өндірістік парк ғимаратын сатып алуға 100 миллион теңге. Бұл жерде жалпы қажеттілік 250 миллион теңге жобасына құрап отыр. Сонымен қатар Мақтаарал футбол клубы коммуналдық мемлекеттік мекемесі жабылуына байланысты қызметкерлердің 2 айлық жалақы қорына 5 миллион 424 мың теңге, жер қатынастары бөлімінде Дарбаза Мақтаарал темір жол желісін салу жобасы бойынша жер телімдерін бағалау жұмыстарына 3 миллион 60 мың теңге жергілікті бюджеттен бағытталуда. Сонымен қатар облыстық бюджет есебінен 469 миллион 21 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер қарастырылды. Атап айтқанда, Түркістан облысының ветеринария басқармасы арқылы 5 миллион 679 мың теңге, Түркістан облысының жер қатынастары басқармасы арқылы Дарбаза Мақтаарал жер темір жол желісін салу бойынша мемлекет мұқтажына жер сатып алу жұмыстарына 13 миллион теңге. Жаңажол ауыл округі Арайлы елді мекенінің су құбырын қайта жаңғырту жұмыстарына 300 миллион теңге, Мырзакент кенті Мадиқожаев көшесіндегі су жинау ғимаратын қайта құруға 150 миллион теңге бағытталды. Жалпы 26 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістері жоспары 12 миллиард 447 миллион 870 мың теңгенің орнына 12 миллиард 427 миллион 913 мың теңге көлемінде, ал шығыстары 12 миллиард 918 миллион 119 мың теңге көлемінде нақтылауға ұсынылып отыр. Құрметті депутаттар, Мақтаарал аудандық мәслихатының 25 жылғы 24 желтоқсандағы 26-28 жылдарға арналған бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға баяндама. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ? Басында көрсетілген үнемделген ақша бар, 40 миллион теңге недегі мәдениет үйін, одан кейін жұмыспен қамтуға үнемделген ба енді? Бұл жерде үнемделген емес, қысқартып отырмыз. Қысқартып ремонттар үнемделген болды. А неге ондай шешім? Ол жерде қайтадан есептеме жасалып жатыр ғой. Ол суммаға толық жұмыс аяқталмайтын болып жатыр. Қайтып санайсыздар? Қайта есептеп, ал біріншіден сол мәселе, екіншіден қаржы қажеттілігіне байланысты. Қажеттілігі деп жатсыз ғой? Тұрақты ма? Басқа жаңағы төменде аталған шығыстарға маңыздылығы жоғары. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, онда дауыс қойalım. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды, рахмет. Бүгінгі осы бір мәселе бізде. Құрметті әріптестер, осы күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Құрметті бүгінгі сессияны жүргізу жөніндегі депутаттарға ескертулер мен ұсыныстар бола ма? Ұсыныстар болмаса, сессияны жабық деп жариялаймын.